сендер қорқып тұрсыңдар ма? Қорықпаңдар, как есть, солай айтайық. Ладно. Армысыздар, достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге қазір реалити шоу бастайын деп жатырмыз. Реалити шоудың мақсаты, біз қазір 3 қатысушы бар, сол қатысушылармен миллиондарға шығатын боламыз, және сол миллиондарға шығу жолындағы шынайы қандай әрекеттерден өтіп жатыр, қандай инструменттерді қолданып жатыр, қалай сатып жатыр деген заттарды біз осы шоу арқылы шынайы көрсетпекшіміз. Және де біздің бүгін бірінші қатысушымыз Арман мырза. Арман мырза, қош келдіңіз. Танысайық қазір. Немен айналысасыз қазір? Қанша жобаңыз бар? Есімім Арман. Жасым 23-те. Қазір 3-4 кәсіппен айналысам. 3-4 кәсіп? Иә, кәсіп па, бизнес па. Давай, қандай? Біріншісі ол Wildberries-пен айналысам. Так. Қанша Wildberries-пен қанша табасыз? Дәл қазір оборот 1,200,000 сондай орташа. 1,200,000. Тазасы? Таза пайда ол жақта 250-300 аралығы. Жасыңыз қаншада? Жасым 23-те. 23. Wildberries дейді. Окей. Қанша табам дедіңіз Wildberries-тен? 200-250. Қандай табарсыз да соқты? Косметика сферасы. Косметика, окей. Тағы қандай бизнес бар тағы? Екіншісі ол Есік қаласында косметика сферасы. Бутик. Бутик косметика ол, да? Оффлайн. Бутик оффлайн. Қанша табасыз одан? 150 ма сондай таза табыс. Бұл франшиза, қателеспесем? Бұл франшиза, иә. Бұл франшиза. Условиясы қандай? Оған ақша беріп тұрасыз ба, немесе ол жақтан закуп алып тұрасыз ба? Ол жақтан закуп алып тұрам. Франшизаларда роялти деген нәрсе болады ғой, ондай жоқ бұл жерде. Ешқандай, просто договор, как обычный. Получается, ол жақтан оптым аласыз да? Оптым алам, олар маған оптым баға береді, сатам, и олардың аттарын қолданамын. Олардың атынан сатамын. Жақсы. Үшіншісі кофе аппарат самообслуживающий. Ол пассивный доход ретінде. Сондай ниетпен ашқам, сондай ниетпен тұр қазір. Пассивный доход сияқты. Қаншалық береді айына? Ай сайын 200-250 аралығында. Болды, осы бизнесте тағы бар ма? Болды. Сонда точка аңыз қанша сіздің? Қараңызшы, сіз маған 1,000,000 теңге табам деп келдіңіз да, тапқым келеді деп айттыңыз да. Мынаны қазір есептесем, сіз негізі 750,000 теңге тауып тұрсыз ғой. Ой, 650,000 теңге тауып тұрсыз ғой. Бірақ 650,000 теңге жоқ сияқты ғой сізде, иә? Жоқ сияқты болғанда осы неден бастап түсіп кетті. Январдан бастап. Январдан бастап түсіп кетті. Бірақ стабильно жоқ дегенде мына қазір 650 шығып тұр ма? Расчет бойынша. Бірақ 400 қалтама түсіп отырады ай сайын жоқ дегенде. Қазір точка А, получается, бір 400,000 теңге бар, иә? Жоқ деген 400 түсіп отырады. Бірақ Wildberries, оффлайн, бутик, кофе аппарат бар. Что-то 400,000 теңге андай, иә? Бізге келмей тұр, иә? Келмей тұр. Окей, точка Б қанша теңге тапқыңыз келеді? 1,000,000. 1,000,000, иә? То есть 1,000,000 теңге сізге табу керек. Не істейсіз 1,000,000-ды? 1,000,000-ды? Саяхаттайын. Жақсы. Қайда? Европа. Иә. Сіз үйленді деп жүрсе, как раз, иә? Ол бар, ол основной не ғой? План ғой. Иә. Так, бірінші Европа емес, басқа бір қарапайым бір мемлекетке барып көрсе қалай болады? Ол осы ниеттеніп қойдым, осы жақында алдым да билет алып қойдым. Алып қойдыңыз ба уже? Иә, Дубайға. Классно, все, окей. Мен оны 1,000,000 теңге тапсаңыз, соған бола ма деп ойлағанмын. Кеттік, Арман мырза, қандай идея бар қазір өзіңізде, чтобы 1,000,000 теңгеге бару үшін? Өзіңіз қалай ойлап тұрсыз? Қазіргі состоянием жаңағы айттым ғой, Есік қаласында франшиза, оны мен жабайын деп жатырмын. Бутикті оффлайн жапқыңыз келеді? Иә, уже неге қойып қойдым, қазір скидкамен, яғни өз бағасымен сатылып жатыр товарлар. И договорды үзіп тастадым, яғни арендодательмен осы соңғы ай отырам деп айттым. Хорошо, мен келісем. Бутик оффлайн, все жабылады. Все жабылады. Окей. Wildberries не болады? Wildberries нормально. Ол маған көп энергия талап етілмейді. Яғни көмекшім бар. Ол қағазы жаңағы распечатка жасап, упаковкамен айналысады. Сол. Мен чисто бір күніне бұған бір сағат, 1,5 сағат уақытын бөлетін шығармын аналитикаға.
болды. Қанша заказ түсті, қалай түсті, біз жаңағы рубльдің курсын қараймыз біз. Өйткені рубль қазір түсіп бара жатыр күннен күнге. Содан рубль түскен сайын бізге не выгодно. Хорошо, тағы да екінші бизнесте қайсынан құтылуға болады тағы? Мына екеуінен ба? Кофе аппаратпен жаңағы неден ба? Wildberries-тен ба? Құтылу керек па біреуінен сонда? Жоқ, құтылу керек емес. Просто давай қазір өзіңіз ойыңыз қалай отыр? Сіз кофе аппаратты маған пассивный доход дедіңіз, иә? Былай қазіргі енді менің көп уақытымды алмайды олар. Хорошо, но көп уақытыңызды алмайды. Притом бұл сіздің энергияңызды алады. Например, адамдар бүйтіп ойлайды да, мен жасап жатқан бизнесімде бұл пассивный бизнес бар, мен бұл уақытымды алмайды дейді да, бірақ қарасаң келіп тұрған 200 мың теңге бұл саған келетін 2 миллион теңгеден айырады да. Мүмкін. Өйткені бұл сенің басыңда кәдімгі ойланып тұр да, сен бүйтіп ойлап тұрсың да, так мен оған айланыспаймын депші. Бірақ бұл әлемде пустота болмайды да, бір жаңа нәрсе келу үшін ескі нәрседен құтылу керек. Сол үшін мен қазір бір нәрсеге сізбен фокус қойғым келіп тұр. Давай кофе аппарат тоже продадим. Оны жақында ғана алдым ғой. Ну, понимаю, ну зачем? Может, Wildberries жоқ қыламын. Ну, Wildberries жұмыс істеп тұр ғой саған? Нормально жұмыс істеп тұр. Еще сезон келе жатыр, нормально. Кофе аппаратты сен қанша қалды кофе аппаратты? Біреуге бере тұрайын ғой, не істеймін? Жоқ, ладно, бұл тұра берсін, бірақ бұны дамытпаймыз онда. Иә, бұған дамытуға жеті жоқ. Но тағы да айтамын, кім Арман. Менің басымда бұл уақыт алмай жатыр дегенде болмайды. Менің фокусым, энергиям сонда кетіп жатыр. Бар ондай. Сен қазір пока бүйте алмайсың, сен ше қазір айтып едім ғой, сен 400 мың теңге, қара, 3 бизнесің бар, айқайлап тұрсың. Но бірақ 400 мың теңге де табатын. Ну, грубо говоря. Ал қазір сен қазір грубо Wildberries'те сатып жатқан косметикаңды қазір соны офлайн магазинде сатып, бірақ направлениеге фокусыңды қоятын болсаң, и миллион теңге табылады. Сол үшін мен айтқым келеді, бастапқы уақытта тура Арман мырза сияқты бүйтіп кеңінен алуға болмайды. Мен бұны қойдың майы деймін мен, особенно қойдың майы деген білесің ғой? Иә, білемін. Қойдың майы бәріне ем. Иә, барлық нәрсе. Барлық ем. Ұйықтаймын айтсаң қойдың майы. Тамағың ауырып тұрса қойдың майы. Тағы не? Көз тисе қойдың майы. В общем, қойдың майы. Сен қойдың майы сенің бизнестеріңде. Зачем ол? Сен қазір біреуін алу керексің, сол кезде сен дамисың. Фокус па? Давай. Ол, скорее всего, косметика, иә? Потому что қара, офлайн бутикті жасадың, көрдің, ол жақта не өтетіндерін көрдің. Маркетплейс көрдің. Ол жақта сен тоже косметика сатып жатсың. Кофе аппарат гениальный идея келген, что қазір мен кофе аппаратты где-то 4 миллион салдым кофе аппарат, иә? Давай так представим, 4 миллионды мен қазір неге косметика салсам не болады? Білмеймін не болады екен. Просто ойлайықшы кәдім, ойлайшы. 4 миллионды сен қара, 4 миллион саласың, сен еще маған өтірік айтып тұрсың, 200-220 деп. Ол сигнал келмейді саған. Кофе қанша теңге тұрады бір кофе? 790 теңге. Мен санай аламын оны ше. 790 теңге. Еще қайда тұр сен кофе машина? Локациясы ма? Неде торговый центрда тұр. Торговый дом Адем. Адемде? Жақсы, вроде адам барады. Сол жердің сотрудниктері алады өздерінің. Не, мен келсем, 4 миллион теңге салып, айына 200 мың теңге тауып атасың, 200 мың теңгеден сонда где-то бір жарым жылда ақтап тұрсың ғой, иә? Бір жарым жылда. Бір жыл потолок 8 ай. Бір жыл 8 ай, где-то 2 жылда ақтап тұрсың ғой? Дәл солай ақталады. Ну, блин, тура сол ақшаны лучше косметика салсаң, одан көп ақша шығатын еді, одан тез шығатын еді саған. Енді мына точка Б-ға бару үшін қазір сенің өзің таңдап отқан нишаңды айтшы, қандай? Осы косметикамен қуып көргім келіп жатыр мен. Классно. Енді қандай косметика? Қандай косметика болғанда, қараңыз, мен осы уақытқа дейін вообще командамен жұмыс істеп көрмегенмін да. Таргетологта өзім. Стоп, команда. Қойшы, просто давай қазір бірінші нені таңдайықшы. Маған дәл осы неден кейін, қазіргі түсірілімнен кейін, сен 1, 2, 3 деген әрекет жасау керексің да, болды. Қазір Қазақстан 2030 бағдарламасын құрудың қажет емес, оны істемейсің по-любому.
Ол и так сен жүрсің ғой өйтіп, мә кезінде былай болатын еді, былай болатын еді. Оны істемейсің, Арман. Оны істемейсің. Қазір 1, 2, 3 керек маған болды. И миллион теңге емес, давай где-то 2-3 миллион теңге баратын цель қоя аламыз. А оны жасау үшін қазір біз дұрыстап товарды алу керекпіз, маржасы нормальный болу керек, и сатылатын бір товар керек бізге. Қандай бар ма сондай? Уходовый косметика күнделікті қолданатын, яғни оны әйел адамдар күнделікті қолданады, қыз балалар күнделікті. Қанша теңге тұрады? Оның брендке байланысты бағасы өте көп оның. Ең арзанын айтайын ба? Ең қалай? Да, среднем қанша теңге тұрады? Среднем мысалға уходқа бір қыз баласы жұмсайды 20 мың, 15 мың, 20 мың теңге жұмсайды. Оның саған қалатын қанша теңге? Саған қалатын қанша теңге? О жердегі ма? Иә. Енді мен есікті оған 40% қосатын. Так, Арман, қазір саған задание. 40% қосам, анау қосам емес. Қазір маған мынандай средства жасай аласың ба? Мен бір жігітті білем. Болтушка жазады. Болтушка деген ол прыщикті кедіретін зат та. Енді қара, офер понятный. То есть прыщигің болды, прыщик жоқ. Ол кетпейді ғой. Ол кетпейді ғой. Мен пример айтып отырмын. Мен саған пример айтып отырмын. Тура сол сияқты бір зат ала аламыз ба біз, чтобы реально бір больді шешетін. Қазір косметика деп алып біз бьютиманиямен немесе басқа да үлкен гиганттармен не болғанша, конкурент болғанша, біз бір-ақ затты шешекші, бір проблеманы шешекші. Бір-ақ средства алу керек па сонда? Да. Желательно бұл бір нәрсе шеше алу керек. Либо бұл қара, мынандай зат, безуім бар еді, безуім жоқ. Там бетімді жаңағы не еді, сухой еді, как енді омолаживающий болып тұр. То есть понятно, да? То есть было стало керек қой бізге. Енді ол 2 жыл болды айналысып жүрген осы косметика, ол бір чудо сияқты сіздің айтып тұрғаныңыз. Ондай до и после сразу бір айда болып кетпейді, мен айтайын. Ол кәдімгідей андай қымбат средства болмаса, уход ол кәдімгі 2-3 ай адам уход жасау керек өзіне. Ну, хорошо. Я мен саған бір айда, мен саған ұрында айтып отқан жоқпын, бір айда болсын деп оған. Бірақ сондай проблемамен сатсақ біз нормально болады да бізде. Иә. Безеуді күнделікті уход деп сатсақ болады. Яғни мысалға менде мынандай идея болған, айта берейін идеяны. Мен енді жаңағы команда дегенде ойбай біреуді жалдау емес, например, өзім таныс қыздарым бар, олар кәдімгі күнделікті косметиканы жағады, и мен соларды кішігірім айнаның алдында видео түсіртіп таргет жіберу. Яғни ол күнделікті уход этапна, яғни этапна деген ол жерде бөлінеді, яғни крем, сыворотка, тонер, умывашка деп бөлінеді да, осы 4 зат ол основной зат косметикада. Яғни күнделікті қолданып осы 4 затты айландырса болады негізі. Ол жерде уже клиент дальше брендке қарайды, өзінің қалтасына қарайды. Сіз соны онлайн сатып аласыз? Оффлайн, онлайн, то есть онлайн, инстаграм арқылы. Жақсы. Давай онда осы нәрсені сатып көрейік қазір. Мұнда жаңағындай кішігірім креатив түсіріп. Так, бірінші қараңыз, ең бірінші жасайтын затымыз қазір бізде целевая аудитория, стратегия. Ең адамдардың көп ошибка жасайтыны осы ең бірінші дұрыстап анықтай алмайды да. Сізде қазір сол этаппен кетейін деп тұрған сияқты, мен сол үшін айтып жатырмын. Именно сіздің қазіргі умывалкаларыңыз қандай затқа арналған, қандай аудиторияға арналған. Қазір мен бәріне керек деп те алсам болады? Сегментқа бөлу керек. Мен примерно айта аламын. Қандай бар? Қыздар, бірінші очередте жас аралығын айта аламын. Стабильно былай алатын қызығып жүргендер, менің сферам корейский косметика болғандықтан 18 бен 35 деп айта аламын. Хорошо. 18 бен 35 жас аралығында. Окей. Енді екінші бізге не керек? Офер. Бұл акция ма, дәл қазір сатып алатындай бізге қазір креативтер керек, что біз қазір рекламаға жіберу үшін. Содан кейін оны уже акция нормал упаковкамыз біздің. Упаковкамыз. Үшінші оны рекламаға жібереміз. Сосын мынаны айтыңызшы маған, жаңа сататын заттарыңыздың ішінде 40% қалады дедіңіз ғой, 40% 20 мыңнан 40% қанша болады? 8 мың.
8.000 теңге. Егер де менде стоимость клиента где-то плюс-минус 2.000 теңге болатын болса, маған каждый 6.000 теңге болады. Сіз мынандай товар таба аласыз ба? Қымбатырақ па? 30.000 теңге алатындай. Болады ондай. Бар ма сондай товар? Бар. Мен оны Wildberries'тен сатамын. Давайте соны неге салайық. 60-70 мың теңге тұрады олар. Бірақ оларды редко алады, но алса маржасы нормально қалады. Он не ол? 60-70. Сыворотка, американский сывороткалар ғой олар. Сондай бренд. Олар өздері сондай қымбат тұрады. Одан қанша теңге қалады? Смело 50% қосқанда нормально сатуға болады да. Сонда 60 мың сатсаңыз 30 мың теңгесі қалады ма? Иә. Бұл жерде не только 50, жаңағыдай 30% қосса да нормально алып тұр 15 мың теңге бір товарда. Сіз мына жағдайды түсінейікші. Қазір егер де біз қазір 5 мың теңгеден қосып сататын болсақ, либо біз количествомен алу керекпіз. Егер де количество болмаған жағдайда қазір бізде қымбатырақ товар сату керек болады. Мен за то, что қымбатырақ товар сатуды. Бірақ қазір тест жасайық, бірінші арзан сегментке жібереміз, и жанағын да жібереміз, нанын да жібереміз, и бәрін көреміз кәдімгідей. Сондықтан қазір целевой аудиторияны бөлесіз да, оларға әртүрлі офферлар мен акциялар жасайсыз. Бұған жасау үшін мынаның алдында конкуренттерге қарасаңыз болады. Конкуренттер қалай сатып жатыр, не істеп жатыр. И төртінші, рекламадан кейін уже все продажи. Продажи қалай жасаймыз? Телефонмен? Иә. Телефонмен и доставкамен. Қараңыз, былай да, ол жерде уже истікта менде опыт болды ғой, сату. Көбінесе WhatsApp-қа өтетін да, и жазатын, маған консультация керек, таңдап беріңізші дейді. Иә. И дальше мендегі жүрген қыздар өздері консультациясын беретін. Иә, мына оффер ғой жаңағы. Мына офферіңізді ключевой этап воронки дейді шынымен. Ключевой этап воронкиңіз өте не болу керек та сізде. Көп адам келетін дейді. Мысалы, есть проблемная кожа, ол өзінің суретін ба, несін жіберсін сізге жаңағы, немесе былай айтыңыз там, видеозвонокпен сізге бесплатно консультация көрсетеміз деп. Ол видеозвонокпен шығады, немесе өзінің бетін суретін жібереді. Соған байланысты сіздер там косметикаларыңызды, уходтарды қарастырсаңыздар болады. Бола ма солай? Болады. Окей. Давай қазір бірінші жасау керек заттарды айтамыз. Қазір конкурент зерттейсіз. Конкурент зерттегеннен кейін әртүрлі целевой аудиторияға не жібересіз? Таргетті. Жаңағы офферіңізді, акцияны ұйымдастырып, таргет жібересіз. Содан кейін уже қарайсыз олардың бәрін. Келесі, уже бүгін сізге запуск жасау керек. Бүгін запуск жасау керек. Келесі келген кезде маған цифрамен келіңіз. Құлан мырза, мынандай не болып жатыр? Осынша адам болып жатыр, мынандай болып жатыр деп, Жақсы. Стратегия мынандай, точка Б-ға миллион теңге бару үшін, бұл өте қарапайым нәрсе. Миллион теңге деген нәрсе қазір күніге 33 мың теңге болатын болса, значит, мен қазір жұмыс істеп тұрған бір связканы табу керекпін. Жұмыс істеп тұрған связка деген сөз, жұмыс істеп тұрған рекламаны табу керекпін. Сол рекламаға мен көбірек ақша сала берем, и сол кезде миллион теңге шығады. Давай кім, Арман, зачем 1 миллион? Барайықшы бір нормальный ақшаға. Қаншаға барып аламыз? Давай хотя бы 2 миллион деп қойып осыны. Жақсы. 2 миллион теңге тапсаң, өзіңе не аласың? Бір нәрсе алу керек 2 миллион теңге тапсаң. Не алу керек? Білмеймін, не алғым келіп тұр. Телефон алайын. Телефонымды алайын. Телефон көп болды, обновлять етпеген. iPhone 14. Иә. Давай. Таппасаң кофе машина сатасың. Все, хорошо. Арзанға сатып жіберейін бе соны? Иә. То есть бір нәрсе. Құтылу керек па? Иә, бір нәрсе фокус қойасың. Жақсы. Келесіз қой? Жақсы. Все. Давай. Бізде екінші қатысушымыз Асхат мырза, Асхат мырза осындай қымыздар сатады екен. Қымыз медом дейді, қымыз Түркістан дейді. Шұбат. Шұбат ғой. Біраз болды ма жүргеніңіз осымен? Болды. Өзің шығарасың бәрін, Иә. Машина. Бұл классический қымыз. Ешнәрсе қосылмаған. Қайсы жақсы өтеді, нан? Өте мынау. Осы өзі. Қанша теңге тұрады? Магазиндерде 1300-ден 2000-ға дейін барады. Өзің сатып алатын бағасы қандай? 1200. Сіз 1200-ден сатасыз? Оптовый, иә. Сонда айына қанша не сатасыз, литр сатасыз? Енді ораза кезінде қазір аптасына 1,5 тонна. Сатып жатсыздар,
оразада жақсы өтіп жатыр ма сол? Оразада жақсы өтеді. Ең негізі ақша табатын кез ораза ғой. Бірақ биыл что-то слабый. Неге? Білмеймін, алдыңғы жыл былтыр жақсы болған. Былтыр почти 3 миллион таптым. Бір айда иә оразада. Күнде құятынбыз. Күнде келеді, күнде құятынбыз. А қазір аптасына мысалы 2 рет иногда 3 рет қоймау керек. Получается, сіз мына қымызды өзіңіз сатып аласыз, сүре ретінде, содан кейін мына баклажкаға құясыз ба? Иә, получается, қымыз келеді. Маған, олар неде келеді? Бочкаларда, либо канистрда. Мен оны фильтровать етемін бочкаға. Өйткені бұлар негізі қымыз маймен келеді ғой бетінде. Қап-қара. Біздің Алматының нелері түсінбейді оны. Көп адам звондаған, мынау не деген сияқты, короче, таза емес. Содан кейін 2 рет фильтрдан өткіземін. Сосын бочкаға құямыз. Бочканың өзінің краны бар, как положено. Сосын уже бутылкаларға құйып, крышка жабылады да, холодильникке складированиеге кетеді ғой. А сонда сіздің өзіңіздің қазір сондай складыңыз, цехыңыз бар, иә? Жасай бар? Иә. А производительіңіз қанша жасай аласыз? Bir күнде қанша тонна жасай аласыз? Bir күнде біз бір құйғанда 600 литр құямыз ғой. А мынау 1200-ден, мынау да 1200-ден бәрі бағасы бір ма? Мынау қазір қымбат, мынау 1600 қазір. Қай шыбат па? Шыбат 1600. Негізі мына екеуі просто ассортимент ретінде кіргізген ғой. Бұл жерде кішкене прибыль алсам, өйткені балда қымбат та. Мынада ғой ең көп қызылда. Көп болғанда бір 50 теңге көбірек қалған шығар. А мынаның себестоимость қанша өзінің? 950 теңге. 250 теңге қалған получается. 250 теңге болса. А қазіргі главный не ма? Нелер бар ма? Супермаркеттер бар ма? Менен алып Магнумға сататындар бар. Олар бөлек упаковкада олар да, өздерінің брендтермен. А сонда осындай баклажкамен алады да өзі? Жоқ. Мен оларға құйып беремін. Солардың баклажкасына, солардың этикеткасымен. А солардың этикеткасын құйып бересіз? Олар 950-ден алады соны сізден? Жоқ, олар 1150-ден алады. Өйткені олар енді сразу мысалы 500-600 литр алады да. Содан кейін кішкене 50 теңгеге төменірек беріп отырмын басқаларына қарағанда. Хорошо, жоспарыңыз қандай енді қазір осы салаға байланысты? Негізі енді шыл айналысқаннан кейін кішкене шаршап кеттім бар ғой өзімше. Басқа нәрсемен нетемін, вообще Астанаға көшіп өмірді басынан бастаймын деп ойлап жүрген бұл короче. Шыл айналысқаннан кейін сондай этап болады. Сатамын деп ше бизнесті. Біреумен жаңағыдай келісемін деп. Соны ойланып көремін деді. Енді ладно, пока енді основной доход осы ғана ғой. Содан кейін пока істей берейін дедім. Мен негізгі былай жоспар бойынша масштабирование қаладан мен мысалы көп жер жаулаған жоқпын. Мысалы сіз де Алматыда тұрасыз, бірақ білмейсіз сіз көрген жоқсыз бұны вообще? Енді мен негізі мынандай қымыздарды неде қазір супермаркеттерде көп сатылып тұратын білемін, бірақ маған бәрі бірдей сияқты да. Андай бір отличие жасайды. Жоқ, біздің отличие жасайтынымыз, біз просто видите, прозрачный бутылкада сатамыз да. А в основном молочка чисто белый, непрозрачный бутылкада. Таңдар көретін жүрсіздер? Иә. Көрінбейді да шын не бар екен. Мен сол үшін осындай қылып шығардым да. И мынандай бутылкада аз вообще. Алматыда осы бутылканы біз ғана аламыз қазір заводтан. А бұл бизнеске қалай келдіңіз негізі? Вообще мен негізі тендермен айналысатынмын. Бір компанияда істедім под проценты и зарплатаға. Сөйтіп ол жақта 1,5 жыл істедім, нормальный доход әкелдім де оларға и прогорел в общем. Бір орында отыра бересің, развитие жоқ. Сосын как раз жаңа жыл 20 декабрь болды. Барахолкаға барамын да, ночник деген бар еді ғой, звездное небо деген білесің. Ашасың, жұлдыз жанып тұрады. Соны сатып көрдік жаңа қызыммен, таргет жіберіп. Бір аптада 600 мың теңге істедік. Ең бірінші кәсіп болды сол. Ол жаңа қызыма триггер болды да, ол короче жұмыстан кетіп қалды. Сразу уволиться етіп ше. Мен пока отыра тұрамын дедім, параллельно істеймін деп. Сөйтіп мен жүрген кезде как раз карантин басталып кетеді ғой. Біз отырдық. И бір дворға бір кісі не әкеліп жүретін, сүт әкеліп жүретін. Сиырдың сүтін ше. X5-мен келеді ана кісі короче. Сосын мен айтамын, не сүттің прибылін ма деп ше. Машинасы көріп айттыңыз да, нормально ұстап алсыңыз. Вот это мен өзім хозяйством бар, нормально дейді короче. Сосын біз ойладық енді қымыз шұбат сатып көрейік деп. Басында просто 5-литровыймен сататынбыз. Әшейін мынандай не жоқ, упаковка жоқ, ондай жоқ. Тек жаңағындай OLX-қа салам. А жоқ, басында вообще біз дворда саттық короче, өзіміздің дворда, Ақсайда короче. Если осындай столға қойып, күніне бір 5 теңге тапсаң қуанасың ғой короче, өздерше. Сөйтіп жүрмеді, мен блин, не OLX-қа шығарып көрейік та просто короче, платный рекламаға. Сөйтіп OLX-қа шығардық, нормально кетті, как раз карантин кезінде ғой. Нормально кетті. Сонымен бір кісі звондады сентябрьда. Маған короче той бастарға керек, маған сыртына этикетка керек деді. Қымыз шұбат деп жазылып тұрған. Мен
ойланып отырамын да, короче, ладно деймін, каналға кіремін да, короче, примерно 15 минутта дизайн жасаймын да. Типографияға барамын, шығарамын, ол басқаша болатын. Типографияға барып шығарамын, короче, сөйтіп жабыстырып жүрдік. Сосын енді физически не продажалар жаңағы в розницу кішкене құлады. Ол кезде жаңағыдай 5 литр, 4 литр апарып жүре бердім. Басында қызық болды да. Ол құлады, одан кейін біз неттік. Мясной магазин. Қымыз немен ассоциироваться етеді деймін да. Мясной деді, короче, етпен. Өйткені супермаркетқа кірсең, расфокусировка да офига напитоктар тұрады. Ал мясной кірсең тек қана жаңағы молочко. Сосын мяснойларға тугистан жаздым да, короче, просто бір екеуіне звондап көрдім. Давай әкеліп көрейік деді. Ол старый этикеткамен апардым. Сосын өтіп жатыр. Сосын басқа қаладан, жаңағы Ақтаудан, неден, Жаңаөзеннен хабарласты бір жігіттер, бізді алайық деп. Оларға жібердім. Сөйтіп жаңағы Ақтаудағы бір жігіт, типа, короче, менің идеямды ұрлап, менің бутылкаммен шығып, Алматыдан өзі сатып алып, жаңағы менің этикеткамен сатпақшы болған ғой, басқа қымызда. Сосын мен тұрдым да резко, короче, дизайн өзгертіп жүрдім өзіме. Уже жаңағыдай составын жазып, срок годности, штрих-код сатып алдым, короче. Соның бәрін салдым. И ақырын сарафанкамен жаңағы магазиндер бір-бірінен подключиться ете бастады. Бірақ доставка бәрін өзім жасаймын да қазір. Менде болған курьерлар. Сосын что-то болмады, короче. Мынаны айтыңызшы, бағана сіз айттыңыз, бірінші менен Магнумге алатын адам бар дедіңіз. Апта сайын олар, апта сайын емес енді. Ай сайын бір 600 тонна алып дедіңіз, е? Жоқ. 600 литр дедіңіз, е? 700 литрдай бар ғой. Айына, иә. Осындай клиенттерді қалай көбейте аламыз біз қазір? Магазин қосу керек қалада. Бізде каждый баклажкадан сонда 250 теңге қалады. 250 теңге қалады. Сіздің қанша штабыңыз келеді өзіңіз? Негізі шын 5 миллиондай тапқым келеді айына. Так, 5 миллион теңгені бізге қазір 250-ге бөлетін болсақ қанша баклажка шығады? То есть бізге 20 тонна сату керек қой негізі. Иә. Насколько возможно қазір өзіңіз ойыңызша? Нереально. Особо нереально негізі. Давайте лучше қазір бизнес-модель таңдайық. Қандай бизнес-модель? Мысалы, дәл осы бизнесті сіз цехтарды көбейтіп аша аласыз ба адамдарға? Например, мысалы, мынандай идея мынандай. Қарап отқан не бар, адам бар. Сол адам тура сіз сияқты кәдімгі цехта жасағысы келетін өзі. Мынаның баклажкасы бар, мынаның давлениесі бар, мынаусы бар. Жаңағы фильтрдан өткіземін дедіңіз. Ол сіз үшін ол фигня болып тұр да, оңай да ол. Иә. Бірақ мен қымызға келетін болсам, ол мен үшін ол темный лес та. И және мен сияқты адамдар көп та ондай адамдар. Сондай адамдарға қазір ашуға көмектессекші. Болады, иә. Сіздің айтуыңыз бойынша не ғой жаңағыдай партнерство сату керек қой, айтқанда? Иә. Сонда сізде не көбейеді? Сататын адамдар көбейеді. Жаңа Магнум сияқтыларды көбейту керек қой бізге. Иә. Бірақ не только по Алмате, по Казахстану көбейту. По всему Казахстану. Қазір біздің неміз, бизнес-моделіміз қазір осынан шығатын екі-ақ нәрсені алайықшы. Фокусыңыз екі-ақ нәрседе. Біріншісі бұл бағанағы супермаркеттерді көбейту, сондай алатын жерлерді көбейту. Алматы бойынша. Екінші, бағанағындай готовый бизнесті сатуға болады. Сіз үйрете аласыз ғой бір адамды? Иә, үйрете аламын. И үш, мынаның несін атын ойлану керек бізге. Ат жоқ потому что. Иә, ат жоқ. Қымыз шұбат деген болмайды. Сіздің қазір бір атыңыз болу керек та бір нәрсе. Ойланайық осы нәрсені. Ал біздің үшінші қазіргі қатысушымыз Есіл мырза. Есіл мырза, қош келдіңіз. Қош келдік. Жасыңыз қаншада? Қазір немен айналысып жатсыз? Не істеп жатсыз? Айта беріңіз. Жасым 19-да қазір. Қазір ешнәрсемен айналысып жатқан жоқпын. Кезінде айналысып көрген заттар бар. Немен айналысып айта беріңіз? Базбеспен айналысып көргенбіз тоже. Бір күшті Алматы эксперттің 80-ға оқуын оқып, үш бала бар еді ғой. Сендер сонда үшеуіңсіңдер ғой? Сол всегда үшеуміз. Ол үшеуінен де мен қатыстым ғой сабаққа. Но одан кейін оған нормально кіріп жүргенбіз негізі. Оборот миллионға дейін жетті. Таза пайда аптасына бір 80-дай, айына бір 240-дай түсіп тұрған негізі. Сосын бір балармен арамызда бір жағдай болып қалды да. Қандай балармен? Үшеуміз арамызда. Не ағылымдар ма, айырылып кеттіңдер ме? Жоқ, үшін бір крупный косякқа кіріп кеттік. Қандай жағдай? Біреуің кірдіңдер ме? Үшеуміз бірдей. Қалай сонда? 2 миллиондай. Содан кейін ол біраз полын тоқтатып тастадық. Жоқ, косякқа кірген кезде наоборот кішкене көбейту керек қой, сендер неғып тоқтатып тастағансыңдар? Ақшамен минусқа кіріп кеттік қой бір. Не сендер қарыз болдыңдар ма, қалай болдыңдар? Үшін бір машина сауып алдық негізі. Машина сауып алдық? Иә. Үшеуің бірдей соқтыңдар ма? Үшеуміз бірге отқанбыз ғой, қымбат машина болған.
содан кейін вайберске құйып отқан обороттың бәрі салаң кетіп қалды да, и вайберс тоқтап қалды қазір. Қазір сонда бизнес жасасаң және сол екеуін қозғаласың ба сонда? Олар обязательно мен байсам, олар да баю керек қой. Қалай сонда? Сен сонда айттың ба қазір Құламырдан реалити шоуына барып жатырмын, мен тапқан ақшамды үшке бөліп беремін деп келдің ба сонда осында? Жоқ. Енді Бізде сила, мен мысалы жұмыс жасап жатсам, олар мен қасымда болады да, тройной сила болады бізде. қыш. Иә. Не үшін келдің? Не үшін Америкаға кетіп қалған жоқсың, не үшін келдің? Ну, осы жаққа келіп, негізі Америкада көп ақша табатынын табу керек қой, осы жақта Америкада табатын ақшадан көп табатынын дәлелдеу керек қой негізі. Кімге? Жалпы өзіме, бәріне Америкаға барғанда ояққа барғанда қаржы жұмыс істейсің ғой негізі. Ал мына жақта сенде уже опыт пайда болады. Өзіңе ақша саласың. Өзіңе ақша саласың. Америкада сен дамымайсың. Тупо еңбекпен, қара күшпен табасың да ақшаны. Ал мына жақта ақшаны баспен де табуға болады кішкене. Хорошо. Қанша ай болдың Америкада? 4 ай болдым. Қанша ақша алып келдің саған? 2 миллионды де қолға таза ұстап келдім. Ал егер вот қазір мен барсам, примерно 6 ай жұмыс істесең, ол жақта бір 15 миллиондай, 10 миллиондай смена тауып келесің 6 айда. Келеді, болады. Иә. Сонда сен қазір ойлайсың, что тек қана қолмен ғана жұмыс істеп қана ақша табуға болады деп. Ол жақта иә. Жоқ, қазір Қазақстанда сөйтіп ойлайсың ғой. Иә. Енді ол Америкадағы мышлениең Қазақстанға өзгеріп кетпейді, сен бір мышление болсаң да бәрі. Хорошо, қандай идея бар жасауға? Біз анау не білесіз ба? Ойыншық білесіз ба? Қандай ойыншық? Құрастыратын ойыншық. Айтатын ба сізге? 53-тен алып алдық деп. Иә. Жанып кеттік та біз сол кезде ше андай. Мынау железный өтеді деді да. Ютубтан көріп отырдық бір видеоны. Ана құрастырады бала деген. 4x4x мынандай таяқтары болады ұзын-ұзын. И шарик болады. Янадан үй құрастыруға болады, замок құрастыруға болады, тоннель құрастыруға болады, ракета құрастыруға болады. И біз 150 мыңға барамыз да, барахолкадан 3150 теңгеден апта бойы 53 штук алып ала саламыз да. И инстаграмға саламыз, от души 20 пост, бәрін күшті қылып, прям мощный қылып салдық, таргет жібердік. Білмеймін, бірақ тұр үйде 53 штук. Өтпеді, короче. Товарный бизнесте сол кішкене проблема болды. Білмеймін, неше сата алмаймыз бірақ. Ол қанша теңгеден қойдыңыздар оны 3150-ден алып? Басында 8-ден қойғанбыз. Сосын 7 мыңға түсірдік. По идее, анау бала деген кәдімгі айналысатын нәрсе негізі. Кез келген бала қызық ойнайды. Үйде інілеріме екеуін беріп қойдым. Анадан шықпайды, короче. Телефон қарайтын інілерім, қазір ана ойыншық ойнайды да, короче. Телефон ұмытады бала деген кәдімгі негізі. Сол тағап тұр үйінде қазір, ә? Тұр үйде, үйде тұр. Да, сол зат көреміз біз, тағы. Екінші. Оның инстаграм бар, өзім ашқан инстаграм көрсетемін, бала әлемі деп кәдімгідей инстаграм күшті ашқанбыз. Спрос бар, бір 10 шақты ата-анама жазды, но потом бағасынан қорқытты ма, или 5 мыңға дейін түсіріп тастадық біз кейде. Кейбір ата-аналар алды 5 мыңға деп, но соның өзінде алмады. Суретін көрсеңізші? Біз мынандай роликті өзіміз түсіреміз. Фантазия, креативность и так далее. Чтобы узнать подробнее, переходите по ссылке. Мынаны ашып көрсетпейсіңдер ме ойнап жатқанын? Қайсысы? Сол көрінбеді сол. Қайда ол? Бірінші главный ошибка сол болды. Сен тез бере дегенсіңдер кәдімгі? Мен мынау осы ойыншық. Конструктор палатка деп аталады. В общем, балалар осындай нәрселер ұқсайды, короче. Жоқ, енді мынаны коробканы ұстап ашып баланың ойнап жатқанын көрсетпейсіңдер ме деймін де? Сол білмеді сан. Бірақ маған асыбы қатты сенім жоқ негізі. Өзім қатты сеніп тұрған жоқпын. Не үшін сенім жоқ? Білмеймін, сенім жоқ бұған асыбы қатты. Анау салған рекламаларың, жіберген нәрселердің барлығы андай ғой, кәдімгі кішкене не сияқты ғой, онша емес сияқты ғой кәдімгі. Иә, в общем, бұл слабо жасады негізі, қатты көңіл бөлмедік. Жоқ, просто қолымда тұрған тауар болады болса, қазір өткізіп көрейік та соны. 48 штугі тұр ғой сондай қазір. Болады. 48 штугі сататын болса, қазір где-то бір 10 мың теңгеден бесплатный доставкамен сататын болсақ бола ма? Ай, 10 мыңға білмеймін. Просто маркетингін күшті жасау керек, егер рекламасын четко қылып. Жаңа үшеуің братья қақтасыңдар. Иә. Бізде ше аса бір қатты білім жоқ негізі. Маркетинг жағынан, таргет жағынан. Не үшін үшеуің бірге қосылып алғансыңдар? Нормальный адамдар алайық қонды? Дәл қазір нені бағанағы не бар ғой? Жаңағы ойыншығыңды ше. Бір маманды алып не түсірейік, реклама түсірейік. Кәдімгі жақсылап тұр. Сөйтіп бір офермен жіберейік соны. Просто осына өзінің аккаунтына машин. Вообще разница жоқ қаққан жерсің. План мен Лимон реалити шоу.